1865 жылы Льюис Кэрролл деген бүркеншік атпен танымал болған ағылшын математигі, ақын, әрі жазушы Чарльз Лютвич Доджсонның жазған «Алиса ғажайыптар елінде» атты ертегісі оқырман қауымның ең сүйікті шығармасына айналды. Бұл кітап желісі бойынша Алиса қоян іні арқылы қиял ғажайып әлемге тап болады. Онда Алиса бақша көрініп тұратын кішкентай есіктің кілтін тауып алады. Алиса әртүрлі жануарлар мен кейіпкерлерді кезіктіреді. Таңғажайыпқа толы шытырман оқиғаны басынан өткеріп, зұлым ханшайыммен күреседі. Алиса айнаның арғы бетінде кітабы ертегінің жалғасы болып, оқырман қауымға жол тартты. Ертегі желісі бойынша фильмдер түсіріліп, көрермен ықыласына бөленді. Er is een land, anders dan alle anderen op aarde. Om er te overleven moet je zo gek zijn als een hoedemaker. Wat ik gelukkig ben. Alice, jij bent het. Je bent terug. Alice? Alice. De Alice? Jij bent absoluut Alice. Ik herken je uit duizenden. Jullie zijn te laat voor de thee! Alice is terug in Wonderland. Na jouw vertrek heeft de Rode Koningin heel Wonderland overgenomen. Zoek haar! Help ons de wereld weer goed te maken. Laat dat hoofd! Breng mijn biggenbankje. Ik hou van warme biggenbuikjes voor mijn zere voeten. Hou op. Daar is onze kampioen. Hou je vast. Dit is onmogelijk. Alleen als je dat zelf gelooft. Қымбатты оқушылар, фантастикалық жанрда жазылған әлемдік көркем туындыға айналған қызықты кітапта бірге оқуға шақырамыз.